Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шоколадты пирог дайындаймыз. Бірден айтайын, миксерді пайдаланбаймыз. Дәмі өте керемет, жұмсақ, үлкен болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен құрғақ ингредиенттерді ыдысқа салып араластырамыз. Мен ұнды салдым, одан кейін үстінен шекер, какао, қопсытқыш немесе сода салсаңыздар да болады. Тұз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығы осылай біркелкі араласуы керек. Енді оның үстіне сұйық ингредиенттерімізді құямыз. Жұмыртқа, сұйық май, сүт және алма уксусын құйып, жақсылап араластырамыз. Алма уксусының 6%-ын пайдаландым. Мен сияқты венчикпен немесе шанышқымен осылай видеода көрсетілгендей етіп араластырыңыздар. Осындай масса болып шығады. Осыны пергамент қағаз төселген тапамызға немесе формамызға құямыз. Дөңгелек тапаларды да пайдалансаңыздар болады. Диаметрі 28-30 см болатын. Мен печканың 4 бұрышты тапасын пайдаландым. Бетін осылай тегістеп, қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Пирогымыз піскен-піспегенін осындай таяқшаның немесе зубочистканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Енді бетіне шоколадымызды құямыз. Шоколадты мен сүтпен қосып ертіп алдым. Водяной баняда ертіп алсаңыздар болады. Осылай үстінен құйып, жағып шығамыз. Шоколадымызды бір тегіс етіп жағып шықтық. Лопатканың көмегімен сызықтар сызып аламыз. Ең алдымен 4 бұрышты етіп. Енді пирогымызды әсемдейміз. Мен ұсақталған грек жаңғағын пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Шоколадты пирогымыз дайын, өте жұмсақ әрі биік болып шығады. Дәмі керемет. Осылай бөліктерге бөліп, жақындарыңызға жаңа демделген ыстық шаймен ұсыныңыздар. Ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де менімен бірге осы пирогты жасап көріңіздер.